Қайырлы күн, бүгін сіздермен 100% табиғи қысқа сақтауға арналған өте дәмді видеода көріп отырғандарыңыздай қою өрік шырын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, балдарыңызға да сізге де ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен өріктерімізді жуып тазалап, ішіндегі дәндерінен өстіп бөлек аламыз. Блендерден немесе мясорубкадан өткіземіз. Бізде осындай масса шығады. Бізге артық ағаштарын алып тастау мақсатында ситудан өткізіп, осындай пюресін бөлек аламыз. Пюремізді қайнататын ыдысымызға саламыз және де бір тегеш пюре қостық. Дәл сол тегешпен 2 тегеш үстінен су құямыз. Және де әр литрге 1 литрге 200 грамм мөлшерінде қант қосасыздар. 30 минут қайнатып аламыз. Банкілерімізді алдын ала қайнатып алдық. Банкілерімізге құйып, қақпағын жауып, жылы жерге 1 немесе 2 күнге орап қалдырамыз. Мінекей біздің шырындарымыз дайын, ас болсын.